Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен кереметтей етіп үнді тамағын жасайтын боламыз. Яғни индийский блюдо деп аталады бұл тамағымыз біздің. Ол үшін бізге керегі кішкене тауық еті және оған кішкене сиыр етін қосып жібердім. Бір тал пиязымызды осылай турап алатын боламыз. Көкөністерден бізге қажет. Үйде холодильникте не бар, солардан жасайын деп жатырмын. Менде енді бір тал помидор қосып жібереміз. Дәмін өте келтіретін болады тамақтың. Помидорымыз. Неге осылай помидорымызды турап аламын. Және де бір тал болгар болса, бір тал болгар бұрышын қосуды ұмытпаңыздар. Мен болгар бұрышын қосқам, бірақ видеода түспей қалыпты. Енді үйде сәбіз салат бар екен. Сол сәбіз салаттан кішкене алып қосатын боламын. Ендігі керегі бізде картошкамыз. Картошкамызды осылай төрт бұрышты етіп турап шығатын боламыз. Менде үйде не бар? Холодильникте сол заттардан турап жасап жатырмын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менде кішкене көк пияз қалыпты екен. Оның кішкенесін турадым осылай міне тамаққа. Кішкенесін алып қалдым. Оны бетіне себем, мынаны қорғанда қосатын боламыз. Мінеки турап алдық. Енді менде холодильникте тағы не бар екенін айтайын. Кеше орама жасағаннан қалған осындай нан болған болатын. Соны целлофанға салып қойғанмын. Сол дайын иленген нанымды алып шықтым да холодильниктен. Жайып осы индийский блюдоға пайдаланып жіберейін деп шештім. Тез не жасап жіберу керек екенін ойластырып жібердім қазір. Енді осы нанымызды әбдәнірек жайып аламыз, жұқа етіп. Жұқа етіп жайыңыздар, өйткені жегенде дәмді болып шығады. Енді осы жайып алған нанымызға сұйық майымызды құйып, сұйық майымызды әбден шет-шетінің барлығын жеріне дейін жағып шығатын боламыз. Егер де менің видеом ұнаған болса, маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мені қолдап қойыңыздар. Менің басқа да түсірілген видеоларым бар каналдарымда. Соны көрсеңіздер болады. Өте тәтті, өте дәмді тағам түрлерін түсіремін. Алдағы уақытта түсіретін боламын. Менің әр видеомды жіберіп алмаңыздар. Мінеки енді мен нанымызды осылай оқтауменен орап, осылай үстінен кесіп шығатын боламын қазір. Міне, осылай кесіп шықтым. Енді төрт бұрышты етіп, мантыға турағандай кескендей төрт бұрышты етіп, осындай көлемде кесіп шығатын боламын. Менде наным кішкене азырақ болып тұр. Сіздердің отбасыларыңызда адам саны көп болатын болса, көбірек жасауларыңызға болады. Қызып тұрған сұйық майымызға етімізді алып оратын боламыз. Жақсылап. Егер де сіздердің отбасыларыңыздың саны көп болатын болса, жаңағы нанды кішкене үлкенірек көлемде жасасаңыздар болады. Наны өте тәтті, өте дәмді болып шығады. Өте жұқа етіп жайыңыздар нандарыңызды. Міне біздің етімізде осылай қорып аламыз. Етіміз кішкене қорылдау деген уақытта бетін жауып қоямыз. Қорылдау деген уақытта пиязымызды салып қорып аламыз. Пиязымыз әбден қуырылып, пияз тамақта жоқ болып кету керек. Сол кезде тамақтарыңыз өте дәмді болады. Шик болып қалмасын. Біраз қасық тұзымызды қостым. Мінеки помидорымызды қосамын. Видеоға помидорды қосқаным түспей қалыпты. Енді мен бір табақ сәбізімізді қосып алдым. Үйдегі бар сәбіз салат екен, осы дайын сәбізді де еткен жоқпын. Мінеки осының бәрін қуырып, ендігі кезекте картошкамыз қалды. Кішкентай ғана сәбіз қосып жібердім. Сәбіз салатым аз болып қала ма деп кішкене сәбіз қостым. Турап барлығын осылай жақсылап араластырып аламын. Әбдәнірек
бәрін жақсылап қуырып аламыз өстіп бетін жауып. Сосын ең соңынан көк пиязымды қостым. Қуырылып болды деген шамасында. Енді міне қуырылып жатыр. Оған біз 250-300 миллиграмм рет су қостым. Сіздер егер көбірек жасасаңыздар, еттеріңізді, картошкаңызды көбірек қоссаңыздар, онда кішкене бір 300 граммнан астам су қоссаңыздар болады. Міне осы қайнап жатқан суымызға мен нанымызды 4-3 күйінде салатын боламын. Міне тамағымыздың нанын жеке-жеке алып, шетіне қойдым да, ортасына қуырдағымызды құйдым, салдым. Бетіне көк пияз сеуіп өстіп әрлеп қойдым. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, маған подписаться етіп тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ас болсын.